Әкеміз Қосшығұлов Зәйкен 1920 жылы 10 наурызда Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Жаңанегіз ауылында дүниеге келген. Әкесі Қосшығұл би болған. Жетім жесірлерді қорғаштап, тұрғындар арасындағы даудамайды әділеттікпен шешіп отырған. Анасы Бәтіш 7 құрсақ көтерген. Ұлдары Төребек, Сыламбек, Қожабек, Зәйкен. Қыздары Мағрипа, Күләш, Мәкилә. 1928 жылы әкесін және ағаларын Сібірге Байтұқымы деп айдап әкетеді. Олар сол жақта қайтыс болады. Шешесі және әпкесі Мәкилә аштық жылдары ауыр науқастан қайтыс болады. Сол кезде Қарқаралы драм театрының директоры Жетімтаев Ахмет апасы Күләшқа үйленіп, аштықтан қашып, Ресейге кетеді. Үйдің кенжесі Зәйкен арттарынан жылап қалмаған соң, апасы Күләш жаны ашып, өзімен бірге ала кетеді. Ресейдің Новокузнецк қаласына келіп қоныстайды. Жездесі Ахмет қойма басшысы болып жұмыс атқарады. Аштық аяқталды, қайтыңдар деген хабар алып, елге қайта оралады. Апасы Күләш қатты науқастанып, қайтыс болады. Әкеміз Зәйкенді немере ағасы Мырзан Атбасардағы балалар үйіне орналастырады. Балалар үйінде 4 кластық бастауыш білім алып шығады. Күндердің күнінде Қарағандыдан бір шахтер өз баласын алып кетуге келеді. Әкеміз сол кісіге жармасып, «Қарағандыда туыстарым бар, мені ала кетіңіз», деп жалынады. Шахтер балалар үйінің басшысына қолхат жазып, әкемізді Қарағандыға жеткізеді. Әкеміз Балағажы мешітіне келіп, «Руым Құдайберлі, маған көмектесіңіздер», деп өтінеді. Олар Капайгородта Құдайберлілердің бар екенін айтады. Әкеміз сол қаладан руластарын іздеп табады. Олардың ішінде өзінің әкесінің ағасы Уәли болады. Олар әкемізді Қосшығұлдан бір тұяқ қалған екен деп жылап қарсы алады. Немере ағасы Уәлидің үйінде тұрып, нөмір 18 шахтаға лесагон болып жұмысқа тұрады. 1941 жылы әкемізді военкоматқа шақырып, соғысқа алып кетеді. 2 ай дайындықтан кейін Сталинградты қорғауға бет алады. 106-шы атқыштар полкында стрелок болып майданға араласады. Авганерова селосы үшін шайқаста қолынан жарақат алып, Саратов қаласындағы госпитальге түседі. Жарасы жазылған соң, Ростов-на-Дону бағытындағы 1053-ші атқыштар полкында соғысты жалғастырады. Семакорский селосы үшін ұрыста сол қолының саусақтарына оқ тиіп жарақаттанады. Уральск қаласындағы госпитальға түседі. ВТЭК комиссиясының шешімімен әскери қызметке жарамсыз деп табылып, 2-ші топ мүгедектігі тағайындалады. 1943 жылдың күзінде елге оралады. Сол жылы анамыз Шәрипаға үйленіп, отбасын құрады. Мүгедектігіне қарамай, ауыл шаруашылығына араласып, ферма меңгерушісі болады. Кейін 1 май колхозының орталығына қоныс аударып, 15 жыл комендант қызметін атқарады. Осы жерде жасы келіп, зейнеткерлікке шықты. Ата-анамыз 5 ұл, 5 қыз дүниеге әкеліп, оларды оқытып, тәрбиелеп, ұлын ұяға ұшырып, қызын қияға қондырған үлкен отбасы болды. Балаларының барлығы әртүрлі оқу орындарын бітіріп, әр салада қызмет атқарады. Оның ішінде Жақсылық, Жолдасбай, Сиязбек ұлдары жүргізуші, Еркін ұлы мектеп директоры, Аманжол ұлы әкімшілік қызметте, Рымкеш қызы экономист, Тәттікеш, Толқын қыздары дәрігер, Рымбикеш қызы есепші, Рымбала қызы мұғалім. Қосшығұлдың 7 баласынан жалғыз қалған әкеміз Зәйкен үбірлі-шүбірлі үлкен шаңырақ болып, немере шөберелерінің ортасындағы
ардақты әке, құрметті ата болды. 99 жасына қараған шағында әкеміз Зәйкен Қосшығұл ұлы 2018 жылдың 12 қарашасында дүниеден өтті. Жырышқыны шашырап жүрегімнен, асқар таудай айрылдым тірегімнен. Әке кеттің ғой тым алысқа, сымажал келмейді екен мезгілімен. Түсіме кірші тағы бүгін әке, жүзіңді осылайша көре аламын. Сағыныш мұңды болып ұялайды, мейірімі түссін әке нұр алланың. Немереңмен қуанушең асыр салып, қызығына тоймайтын ата едің. Жөтелдің де, қарайламай ажалдының кемесіне міндің де, кете бардың. Жан әкешім, ізің бар жалғастырар, ұрпағың бар өміріңді алмастырар. Қаһарына қаңтардың ұшырадың, қатал өмір тағдырдың салғаны шығар. Сен кеткелі желеспеді қия белден, қандай жан өлемге қияды екен. Көңілім қимаған мен жан әкетай, сағынышым тек өлеңге сияды екен. Көңіл көзім аңсайды бір көруді, жылы шуақ әкетай көздеріңді. Оңаша жүрегімді езіліп ап, еске аламын мейірімге мол сөздеріңді. Жылға жуық жоқ болдың арамыздан, айырылдық саясы кең панамыздан. Топырағың торға болсын жан әкешім, жұмақтың орын алған саясынан. Сен едің әкетайымен асыл жан әке. Жетті ғой көзім, мәңгі емес екен ештеме, мәңгі емес екен өмірдің шаттық күлкісі. Жарылып жүрек кетсе де түседі екен аспанның жарық жұлдызы. Шақырсам даусым жетпейді, сағындым сені жан әке. Елес боп көзің кетпейді, сөздерің сенің дар әке. Шақырсам даусым жетпейді, сағындым сені жан әке. Елес боп көзің кетпейді, сөздерің сенің бал әке. Сүріне қалса өмірдің тайғақ жолында, ақылыңды айтып салар ма едің жолыма. Қайтемін байлап дүниені, жетпейді әке еш нәрсе сенің орныңа. Өзіңсіз өтті әр күнім, шашылып көзден зар мұңым. Алыстап кеттің жан әке, анама артып нар жүгін. Өзіңсіз өтті әр күнім, ашынып көзден зар мұңым. Алыстап кеттің жан әке, анама артып нар жүгін.
ес білмей ерте айырды. Түсінер күн бар қазіргі менің жайымды. Балапандарың қанат қақты, арнаймын әке, қабыл ал осы әнімді. Қыздарың әке бой жетіп, ұлдарың әке ер жетіп, ананың айтқан ақылын жүрміз ғой әке жыр етіп. Қыздарың әке бой жетіп, ұлдарың әке ер жетіп, ананың айтқан ақылын жүрміз ғой әке жыр етіп.